Аударып айтқан ойындар KZ. Менің ата-анам үйленген кезде сразу мені туды. Мен көктемде туылдым. Сондықтан біз Жапонға көштік. Мен 7 жасымда сол жерден кеттім. Яғни өзім туған елімнен. Ол жерге кірген кезде кемім де басқа болды. Мен қатты шошыдым. Және де сол жақтың тілін үйрене алмай жүрдім. Сосын мен мектепке қабылдандым. Ол жерде барлық бала мен сияқты болды. Және де мен жапонша сөйлеп үйрендім. Бірақ мені бір қыз терезеден үнемі мазақтайтын. Ағыл, құбыжық, сен арақсың, анау деп айтатын. Мен жарайды деп кетіп қалдым. Әр күн сайын ол солай айтатын болды. Әр күн сайын. Құбыжықсың деп. Ол мамыстан секілді көрінді. Мен қорқынышты кино театрға барған кезде үнемі соны көретінмін. Ол мен үнемі мазақтайтын, мен оған мұңаятынмын. Және де мен барлығынан ақ едім. Мен олардың қасына қойып жықтым. Ол маған қатты күлетін. Мен спортпен шұғылданатынмын. Ол маған күле береді. Басқалары маған күлмейтін. Мен өзімді жаман сезіндім. Мен мұғаліміме айттым. Мұғалімім балаларға айтты. Бұл сендердің жаңа достарың деді. Олар мені қабылдап дос қылды. Ал ол қызға қарағанда апайымыз. Ол ештеңе демеді, күлімсіреп қарады. Ал маған қараған кезде мыстан болды. Апай екеуміз жақсы қарым-қатынаста болдық. Және де мен жақсы сезінетін болдым өзімді. Ол мені мазақтаса да мен оған мән бермейтінмін. Мен өзімнің достарыммен ғана ойнайтынмын. Біз көшіп жүрген кезде мен үлкейдім. Маған бәрі күлсе де, ол қыз мені әлі сатпаған еді. Және де мен достарым көбейе берді. Осы видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Және де комментарияға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.